Спортты қаншалықты жақсы білесің? Олимпиадада алтын медаль толықтай алтыннан жасалама. Олимпиада ұранының жаңа нұсқасына қай сөз қосылды? Қазіргі Олимпиада ойындарының негізін қалаған кім? Қазақстан тәуелсіз ел ретінде алғаш қай жылы Олимпиадаға қатысты? Олимпиададағы 5 сақина нені білдіреді? Олимпиада медалінде спортшының аты міндетті түрде жазыла ма? Қазақстанның алғашқы Олимпиада чемпионы кім? Қазақстан тәуелсіз мемлекет ретінде алғашқы жазғы Олимпиадасына қай жылы қатысты? Олимпиада алауы бүкіл Олимпиада бойы сөнбеуі керек пе? Олимпиадада ең көп медаль алған спортшы кім? Олимпиададағы барлық жарыстар стадионда өткізіле ме? Олимпиада жарыстары суда өткізіле ме? Бір ел Олимпиадада ешқашан алтын медаль алмаған болуы мүмкін бе? Бокс Олимпиадада әйелдер арасында ерлерден кейін енгізілді ме? Волейбол Олимпиадаға алғаш қай жылы кірді? Баскетбол Олимпиада бағдарламасына волейболдан бұрын кірді ме? Қысқы Олимпиадада шана спорты бар ма? Марафонның ресми қашықтығы дәл 42 километр ме? Олимпиада ойындары кезінде соғыс тоқтатылған ба? Олимпиада ойындары жыл сайын өткізіле ме? Олимпиада алауы қазіргі Олимпиадада алғаш қай қалада қолданылды? Қойылған сұрақтардың дұрыс жауабы берілген. Сіз барлық сұрақтардың нешеуіне қаншалықты дұрыс жауап бердіңіз, тексеріп көруіңізге болады. Иппон. Сойнага. Спорты сізді қызықтыра ма? Егер осы спорт жайлы қызықты мәліметтер білгіңіз келсе, төменге комментарий жазып қалдырыңыз. Қызықты мәліметтермен бөлісуге дайынмын.